Білім сапасын қалай арттырамыз? Оқушылардың оқуын қалай жақсартуға болады? Осы сұрақтар білім саласында жүрген әрбір педагогты мазалайтыны анық. Әсіресе үнемі үлгерім мен білім сапасын 90 сайын талдайтын мектеп әкімшілігі, соның ішінде оқу ісінің орынбасарлары. Қайырлы күн баршаңызға. Мен Марал Ануарбекқызы, мектепте директордың оқу ісі орынбасары болып жұмыс жасаймын. Менің жұмысымда оқушылардың білім сапасын үлгерімін талдау үнемі жүріп отырады. 90 сайынғы есептер, талдаулар, жиынтық бағалаудың талдаулары, оның барлығы біздің мектептің білім сапасын көрсетеді. Бірақ үнемі білім сапасы алға жылжиды. Жылжығанмен мардымсыз. Ол неліктен деген сұрақ үнемі мазалайды мені. Сондықтан оқушылардың оқуын қалай жақсартамын, олардың білім сапасын қалай көтеремін деген сұрақтарға жауап іздеп көрдім. Үлгерім біздерге оқушылардың белгілі бір уақыт аралығындағы стандарттарға сай білім сапасын көрсетеді. Ол әрине қалыптасқан жүйе. Бірақ сонымен қатар ілгерілеу дегенді бар. Ілгерілеу дегеніміз не? Былайша айтқанда қарапайым тілмен түсіндірсек, менің өзімнің ұлым 3-ші сыныпта оқиды. Оқу озаты, яғни үлгерімі жақсы. Ағылшын тілі пәнінен 5 бағаға шығады 90 сайын, яғни 89%-бен шықты 1-ші 90-да. Жарайды, мен ата-ана ретінде оған қуандым, оқушының үлгерімі жақсы. 2-ші 90-да да ол ағылшын тілі пәнінен үздік бағаға шықты 86%-бен. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде мен алаңдайтын ештеңе жоқ сияқты. Балам оқу озаты, үлгерімі жақсы. Бірақ аналитикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, менің баламда ілгерілеу жоқ. Яғни балам 89%-дан 86%-ға түсіп бара жатыр. Егер осы қарқынмен кете беретін болса, ол үлгерімі төмендеп, орташа оқитын оқушының қатарына түсіп қалуы да мүмкін. Демек, бұл жерде қайдан қате кетті? Нені біз бақылауға алмай қалдық? Оқушыда үлгерім бар деп, біз оның ілгерілеуін қарамағанбыз. Үлгерілеу дегеніміз, былайша айтқанда, оқушының бірінші тест нәтижесі мен қазіргі тест нәтижесінің арасындағы айырмашылықты айтуға болады. Енді менің ұсынатын жобам ол ілгерілеу арқылы білім сапасын арттыруға 5 қадам деп аталады. Бұл жерде мен бір реттік қана зерттеу туралы айтып тұрған жоқпын. Жалпы біздер мектепте оқушылардың ілгерілеуін қадағалайтын жүйе қалыптастыруымыз керек. Яғни біз үнемі үлгерімді бақылап отыратын болсақ, ілгерілеуді де бақылауға алуымыз керек. Сондықтан сіздерге өзімнің жобамды таныстырғым келеді. Менің жобам 5 қадам деп аталады. Бірінші қадам, яғни ол ілгерілеу байқалмайтын оқушыларды анықтау. Ол оқу озаты болуы міндетті емес, ол орташа оқитын оқушыда болуы мүмкін. Бірақ ол оқушыда өз деңгейінде ілгерілеу болуы мүмкін. Ал жақсы озат оқитын оқушының өзінде ілгерілеу байқалмауы мүмкін. Біз сол оқушыларды пән мұғалімі ретінде анықтап алуымыз керек. Екінші қадам, біздер осы оқушыларды анықтап алғаннан кейін, біздер ол оқушылардың күшті жақтары мен тәуекелдерін анықтап нәтижелерін бағалаймыз. Яғни біз осы оқушыларды анықтап алғаннан кейін, біз ол оқушыны әрі қарай ілгерілете аламыз ба? Немесе сол үшін біздер қандай тәуекелге барамыз пән мұғалімі ретінде? Нәтижелерін зерделеп бақылаймыз. Содан кейін барып біздер 3-ші қадамға көшеміз. 3-ші қадам бізде ол ілгерілемеудің себебін анықтау. Не себепті оқушыда ілгерілеу болған жоқ? Яғни не себепті оқушыда регресс болды? Жақсы керемет оқитын озат оқушы неліктен жаңағы ілгерілемей, керісінше оның білім сапасы төмендеп бара жатыр? Біз соның нақты себептерін анықтап алуымыз керек. Содан кейін барып біздер 4-ші қадамға көшеміз. Ол қадам бізде дамыту, жақсарту бойынша жоспар жасау деп аталады. Яғни жоспарсыз іс болмайды. Біз оқушылардың ілгерілемеу себебін анықтағаннан кейін соған сүйене отырып, өз пәніміз бойынша әрбір сол ілгерілемеу байқалмайтын оқушыларға жоспар құрамыз. Яғни ол жоспарымыз біздің жақсарту, дамыту бағытында құрылуы керек. Сол жоспарды құрып аламызда нақты 5-ші қадамға көшеміз. Ол жоспар бойынша іс-әрекет, бақылау, ыңғайлау. Яғни біз жоспарымызды құрып алғаннан кейін оқушылармен жұмыс жасауға кірісеміз. Ілгерілемеу байқалмаған оқушылармен оларды алға қарай ілгерілету, жылжыту мақсатында біздер жұмыс жасаймыз. Міне, осындай 5 қадамды орындап, әрбір пән мұғалімі өзінің пәні бойынша жұмыс жасау керек.
сол кезде ғана біздер үлгерімді де ілгерілеуді де қатар алып жүретін боламыз. Бұл жүйені мен Эдвард Деминстің жоспарла, орында, зерделе, әрекет ет деген классикалық жақсарту жүйесі бойынша соған сүйене отырып жасадым. Бұл жерде мен жасаған жобамның мақсаты білім сапасын арттыру, ілгерілеу арқылы. Яғни бұл жүйе мұғалімге, оқушыға, ата-анаға, жалпы мектепке не береді? Ең біріншіден, мұғалімдер бұл жүйені жасау арқылы өзінің білім беруіне, оқушыларға қолданып жүрген бағдарламасының жетістігіне назар аударады. Яғни оның беріп отырған сабағы, әдіс тәсілдері оқушыға тиімді ме? Олардың ілгерілеуіне септігін тигізді ме? Әлде қай жерінде кемшін тұстары бар? Екіншіден, оқушыға не береді бұл жоба? Бұл жерде оқушыға бұл жоба өзінің білім сапасына, өзінің ілгерілеуіне, үлгеріміне үңілуге береді. Яғни бұл жерде оқушы өзінің қатарластарымен, мысалы орташа оқитын оқушы мен озат оқушыны алып қарайтын болсақ, орташа оқитын оқушының өзінің жаңағы үлгерімі төмен болса да, ол алға қарай жылжып келе жатырғанын, ода прогрестің бар екенін өзі біле алады. Демек, ол оқушыда мотивация пайда болады. Ата-аналарға не береді? Бұл жүйе ата-аналарға ашықтық, яғни баласының білім сапасының артуына, оның жаңағы үлгерімі қай жерде, үлгерімі болмаса да оның баласының алға қарай ілгерілеп келе жатқанын білуге көмегін тигізеді. Мен өз мектебімде әрбір сынып жетекшіге сынып жиналысында осы оқушылардың үлгерімімен қатар ілгерілеуін де таныстырып отыруды енгізіп отырмын. Әр сынып жиналысында сынып жетекшілері ата-аналарға осы ақпараттың бәрін жеткізіп отырады. Қорыта айтатын болсақ, жалпы ілгерілеу де үлгерім де қажет. Бұл екеуін қосарлы күш деп айтуымызға болады. Осы екі қосарлы күш қатар жұмыс жасағанда ғана мектептің білім сапасы артатыны сөзсіз. Бұл жүйе арқылы мектеп мен түбегейлі өзгеріп кетеді деп айта алмаймын, бірақ сонда да табысты мектеп болуға, мектепте табысты орта құруға бұл жүйе септігін тигізетіні анық.